Айдың басында бүкіл ел бойынша Таза Қазақстан акциясы басталды. Бұл ауқымды экологиялық акция 5 аптаға созылады. Олардың әрқайсысы белгілі бір тақырыпқа арналған. 13 сәуірге дейін созылатын бірінші апта Таза өлке деп аталады. Апта ішінде елді мекендердің тұрғындары, қоғам белсенділері, ұйымдар мен кәсіпорындардың қызметкерлері іргелес аумақтар мен аулаларды тазалайды. 20 сәуірге дейін апта киелі мекен атауын алып, тарихи мәдени ескерткіштер аумағын абаттандыру жұмыстарына арналады. 27 сәуірге дейін жасыл аймақ тақырыбымен апта ағаш көшеттерін отырғызумен, екпелерді ақтаумен атап өтіледі. 4 мамырға дейінгі кезең өнегелі ұрпақ деп аталады және ардагерлер аулалар мен қарттар үйлерінің аумақтарын тазалауға және абаттандыруға арналған. Соңғы 5 аптада мөлдір бұлақ деп аталатын су айдындары, өзендер мен көлдердің айналасы қоқыстан тазартылады. Таза Қазақстан Республикалық акциясы аясында 20 сәуірде Жарқайың ауданында тұрғындардың, ұйымдар мен мекемелердің қызметкерлерінің қатысуымен сенбілік өткізілді. Сенбілік барысында қала тұрғындары көшелер мен қоғамдық орындарды, сондай-ақ үй маңындағы аумақтарды ретке келтіруге тырысады. Державин қаласында, Жастар шағын ауданында, қала көшелері мен алаңдарында сенбілік жүргізілді. Тұрғын үйлердің айналасы, жол жиектері, суару жүйелері мен тротуарлар тазартылды. Таза Қазақстан акциясының басты мақсаты аумақты ерікті түрде жинау ғана емес, сонымен қатар тұрғындарды біріктіру, оларда экологиялық мәдениетті қалыптастырып, табиғат пен еңбекке жауапкершілікпен қарауға тәрбиелеу болып табылады. Көктемгі кезеңде ауданымыздың елді мекендері қыстан кейін таза, жақсы күтімді және жайлы болу үшін осындай сенбіліктер өтеді. Алайда бұл тек тазартылған жерде ғана емес, сұрыпталмаған жерде екенін еске салған жөн. Барлық тұрғындардан біреудің еңбегіне құрметпен қарауды және өскелең ұрпаққа экологиялық мәдениетті сіңіруді сұраймыз.